Армысыздар, қымбатты көрермендер. Біз бүгін «і» әрпі туралы айтамыз. Қазақ тілінің төл дыбыстарының ішінде латын қарпіне ауысқанда өзгеріссіз қалған жалғыз әріп осы. Бұрын кириллицада қалай жазылса, қазақ латын әліпбиінде де «і» дәл солай жазылады. «І» әрпі кездесетін сөздерді мысалға келтірейік. Ін, ілмек, тіл, іні, Ілияс. Қазақ тұлғаларының ішінде есімі «і» әрпінен басталатын Ілияс Есенберлиннің орны бөлек. Ілияс Есенберлин қазақ жазушысы. Ол 1915 жылы Ақмола облысының Атбасар қаласында дүниеге келген. Жазушының балалық шағы зұлмат заманға тап келіп, 5 жасында жетім қалады. Әке шешесінен айырылған кішкентай Ілиясты балалар үйіне өткізеді. Жетімдер үйінде жүргенде ең алғаш шығармашылыққа бет бұра бастайды. Мектептегі қабырға газетіне өлеңдер жазады. Мектепті аяқтағаннан кейін Қызылорда қаласына барып, интернатқа мұғалім болып жұмысқа орналасады. Кейін Қарсақпайдағы аудандық атқару комитетінде қызмет атқарады. Жұмыс істей жүріп, Алматыдағы Қазақ Тау-кен институтына оқуға түседі. Студент кезінде өте белсенді болады. Барлық қоғамдық жұмыстарға қатысып, өзін-өзі көрсетеді. 1940 жылы институтты тәмамдап, Жезқазғанға жұмысқа кетеді. Кейіннен әскер қатарына шақырылып, сонда жүргенде соғысқа аттанады. Соғыста жүргенде Ілияс Есенберлин өте қатты ауыр жарақаттанып, госпитальге түседі. Мүгедек болып елге оралады. Соғыс аяқталар кезде Хамза Жүсіпбековтың қызына үйленеді. Ол уақытта Хамза Жүсіпбеков халық жауы деген жалаға іліккен еді. Ілияс қайненесін Алжир лагерінен алдырған үшін НКВД соңына түсіп, 10 жылға бас бостандығынан айырады. Айдаудан келген соң геология министрлігінде, кейіннен шахтада басқарма басшысы болып қызмет атқарады. Ілияс Есенберлин қамалғанға дейін өлең жазса, кейіннен прозаға бет бұрады. Оның адам туралы повесть, өзен жағасында прозалық шығармалары дегеннен оқырманның ыстық ықыласына бөленеді. Қазақ мемлекеттік көркем әдебиет баспасында, Қазақ фильм киностудиясында, жазушы баспасында, Қазақстан жазушылар одағында жауапты басшылық қызметтер атқара жүрсе де, қолынан қаламын тастамайды. Ілияс Есенберлин қазақ әдебиетінің тарихында бүгінге дейін ең көп роман жазған жазушы болып есептелінеді. 17 роман жазып, бұрын айтылмаған тың тақырыптарды да көтерді. Жазушының Айқас романына 1968 жылы Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығы беріледі. Оның Қаһар, Алмас қылыш, Жанталас романдары қазақ тарихының бұрын ашылмаған ақтаңдақтары туралы баяндалады. Кейіннен осы 3 роман Көшпенділер трилогиясына біріктіріледі. Көшпенділер қазақ тарихында бұрын айтылмаған тың тақырыптарды көтереді. 6 кітаптан тұратын тарихи эпопея әлемнің 30 тіліне аударылып, дүние жүзі бойынша 3 миллион тиражбен тарайды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев көшпенділер туралы былай дейді. Ілияс Есенберлиннің шығармашылығында атақты Көшпенділер трилогиясы негізгі орын алады. Ол эпикалық құлаш қарымымен, оқиғалардың серпінділігімен, қазақ тарихының жанды әрі қайталанбас тұлғаларының бейнесімен, тілінің шынайылығымен және айқындылығымен ерекшеленеді дейді. Трилогия негізінде 2005 жылы Көшпенділер тарихи көркем фильмі түсірілді. Режиссерлер Иван Пассер мен Сергей Владимирович Бодров түсірген фильм көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Ілияс Есенберлиннің 40-қа жуық ән мәтінін жазғанын көбісі біле бермейді. Сонымен қатар ол аудармамен де айналысты. Ілияс Есенберлиннің көптеген шығармалары шет тілдеріне аударылды. Жазушы өмірінің соңында Алтын Орда трилогиясын жазды. Жазушы әйелі Диляра екеуі 4 бала тәрбиеледі. 3 қыз бен 1 ұл. Ілияс Есенберлин 1983 жылы 5 қазанда 68 жасында өмірден озды. Оның есімін жаңғырту мақсатында елордамызда және Алматы қаласында Ілияс Есенберлин атында көше бар. Өзінің туып өскен ауылы Атбасарда әдебиет музейі жұмыс істейді. Қымбатты көрермендер, біз бүгін «і» әрпі туралы айттық. Ендеше бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.